Қанды кек. Жігіт алуға қаладан әскер шығып қалған болар ма? Болыстың ауылдарының жігіттері бүгін жиналып жатыр еді. Әлде солар бір нәрсе істеді ме екен? Бір минуттың ішінде жұрттың басына мың түрлі ой келді. Қылаң атты біреу төпеп келе жатыр. Желбейінің құлағы делдиіп, етегі жайылып, астындағы атын сауырын жауып келеді. Үрпиіп тұрған жұртқа жақындай беріп, «Уа, сүйінші» деді. «Ойпырмай, не болды?» «Жақсылық болды». «Қандай жақсылық?» «Патшаның қатыны ұл тауыпты. Соның қуанышына қазақтан жігіт алмайтын болыпты. Манапас болыпты». «Құдай-ай, бере гөр». «Я әруақ, қарақтарым-ай, көздің жасын иді ғой» деп жыламсырап кемпірлер жүр. Дағдарған жүздерге қуаныш белгісі жүгіріп, күлімдеп сала берді. Дабыра айқаймен ауыл ың-жың болды. Қалтаға қол салынып, сылдыраған күмісті сүйінші сұраушының алақанына басып жатысты. «Құдайы» деп қолындағы жүзігін суырып берген кемпірлер де болды. Ауыл той түсін алды. Ауылды басқан қайғы біртіндеп бұлттай ыдырап, тарап бара жатқан секілді болды. Бозбаланың біреуі жекерек шықты да, «Құдай берді ғой, қуанышты құр өткізбейік, алтыбақан тебейік, түн бойына асыр салып, бүгінгі түнді сауықпен өткізейік» деді. «Болады, жинаңдар бағанды». Бала-шаға үйде-үйге жүгіріп, ошақ басында жатқан бақандарды, сырықтарды ауылдың сыртындағы белес басына қарай сүйреді. Біреулердің өрдегі бақан алынды, біреулердің үй бастырулы тұрған арқандары шешілді. Жайшылықта бажылдап үйінің маңына жолатпайтын кемпірлер бұ жолы мүлде жадырап, балалардың сұрағанын өз қолдарымен беріп жатты. Алты бақан құрылды. Белес басы бозбаламен шоғырланды. Екеу-үшеу бас қосып, қыз-келіншектер де жинала бастады. Іңір шапағы жамырады. Ауыл үстін қара көлеңке жапты. Жер ошақта жылтылдаған от сөнді. Түндік жабылып, жұрт төсекке бас қойды. Бірақ жастар жағы алты бақан басын айрықша бір дүние қылып, өлең айтып, ән салып, тұнық түнде дауыстары әлде қайда естіліп, асыр салумен жатты. Болыстың ауылы ығы-жығы адам, топтанған ат-арба. Біреулер келіп жатыр, біреулер кетіп жатыр. Екеу-үшеу бас қосып, күбірлесіп сөйлесіп отырғандар бар. Жұрттан бөлегірек бір топ адам отыр. Иықтары түсіңкі, түстері сұрғылт, ыстық күннің күйдіруін елеместен еріндері кезеріп, есі дерті бір ғана әңгіме болып отырған секілді. Топтанған аттың қасына арбаларын қоя салып, Бөлкебай мен Сәрсенбай осы топқа жақындай бергенде, болыстың көнуі керек. Болыс көнбесе, елдің де көнуі қиын болар. Түбінде екі талай іс болып, ел басына қиын күндер туса, соған жауапты болатынын да болыстың ұмытпауы керек. Қазақ баласы бұл күнге шейін солдат болып көрген жоқ. Енді бүгін мал орнына айдалып, соғыс табанына бара қоймас. Бұны да болыс ойласын деп, сирек сақалды жалақ қара кісі қамшысымен жерді бірер нұқып қойды. Тыңдап тұрған жұрт иықтарын көтере түсіп, «Жәкең дұрыс айтады. Бәріміздің де айтатынымыз осы» десті. Бөлкебай мен Сәрсенбай бұл топтың кеңесіне түсіне алмай, шеткі біреумен Манапас жайын сөйлесіп еді. Ол салқын күлді де, Манапас деген өтірік алдау көрінеді. Елден олжа түсіру үшін қулардың шығарып жүрген ғой деді. Ыбырай мен Кәрім екеуің барыңдар. Болыстан біздің жалғыз-ақ тілегіміз бізге орыспен бірге жау болып тимесін. Ел тілімді алмайды деп өз басынан кінәні аударсын да қарап отырсын.
сосынғысын өзіміз білейік. Осыны барып айтып келіңдер деп Жарықбас түйінді сөзін шіміркене сөйлеп, екі адамды болысқа жіберді. Қалған жұрт өзара күңкілдесіп, естіген білгендерін бір-біріне айтып жатты. 15 күннің ішінде адамды түгел жиып беремін деп, болыс қолынан подписка беріп келіпті ғой. Боқты жияр, орысқа әлі келмегенмен, осы көптің болысқа әлі келер ғой. Мұның амалы мынау: боз балаларды жиып беріп, списокты болыстан тартып алып өртеу керек. Уа, таптың ақылды. Болыс шетіңнен ұстап Сібірге айдатсын, одан да болыстың өзін жою керек десейші. Жарықбас басын көтеріп алып: тәйт, ауыздарыңа ие болсаңдаршы, шіркін, бала болып кетесіңдер ме? Сондай сөзді сарапталға салатын жер осы ма? Деп кейіп қалды. Болысқа барған Кәрім мен Ыбырай жүндері жығылып топқа қайтып оралды. Болыс беттететін емес, өзімізді боқтап үйінен айдап шықты. 10 күннің ішінде списокты дайын қылып бересіңдер, әйтпесе қаладан әскер шақыртам деді. Отырған жұрт тіксініп сұрланып ақ қалды. Жарықбас назаланып қамшымен жер шұқыды. Апырмай, болмады-ау, екі талай жұмысқа шынымен аяқ басатын боламыз ба? Деді ол басын бүгіп. Ұйлығып отырған жұрт аттарына мініп бет-беттеріне тарай бастады. Болыстың үйінде бала оқытып тұратын Имамберді дейтін учитель болатын. Бөлкебай онымен таныс еді. Амандасып кетпекші болды. Имамберді үй көлеңкесінде кітап оқып отыр еді. Бөлкебайды күлімдеп қарсы алды. Мұғалімбісің? Қал қалай? Қал шамалы. Неге? Сен де ілігетін болдың ба? Бөлкебайдың сөйлеуін күтпей-ақ Имамберді үгіттеу түрінде сөз бастады. Оқа жоқ, бару керек. Қазақ баласы баяғыдан бері соғысқа бармай-ақ жүргенде де бітіргені шамалы. Қайта соғысқа барса жол көріп ысылады. Оныңыз дұрыс қой. Бірақ қазақ баласын нақ осы соғыс тұрсында алу қате емес пе? Көре біле өлімге кім барады? Бармайды деп ойлайсың ба? Бармас. Бостан өлетін болса үйінде отырып соғыспай-ақ өледі. Бөлкебай бұл сөзді қалай айтқанын өзі де сезбей қалды. Жаңағы Жарықбасты көрген соң солай болды-ау деп өзінше болжап еді. Имамбердіге айтқаны осы болжауының қорытындысы болды. Имамберді Бөлкебайдың бетіне бірсыпыра қарап отырды да, бір мезгілде ауыр күрсініп, алыстан толғағандай пішінмен тағы сөз бастады. Мұғалімдердің мұндай сөз айтуы жарамайды. Мұғалімдер елдің көсемі болу керек. Соғыс екенін, қырғын болып жатқанын бәріміз де білеміз. Бірақ барма деген сөзді айтуға батылдығымыз жоқ, айтуға болмайды. Үкімет құрығы ұзын. Ел көнбейтін болса әскер жібереді де қырдырады. Елге әскер шықса лаңы жалғыз жастарға ғана тиіп қоймайды. Қатын бала, кемпір шалың бозып тозып кетеді. Міне осы жағын еске алу керек. Әй учитель-ай, осы сөзіңді қоймайды екенсің деді. Біреу жылып алғандай. Имамберді де Бөлкебай да бұл сөйлеушіге жалт қарады. Үсті басы жалба-жұлба, еңгезердей сұр жігіт. Үйге арқасын сүйеп, бұлардың әңгімесін тыңдап тұр екен. Әй Қайрақбай-ай, сен де қоймадың-ау деді Имамберді оған. Мен неге қоямын? Қазақтан солдат алса, байлардың, болыстардың баласы барар дейсің бе? Мына біз сияқты сорлылар кетеді. Баяғыдан бері еңбегімізді байға жегізумен келіп, енді мал құсап айдалып кете алмаспыз. Байға еңбегіңді жегізбе деген сөз менің үйреткен сөзім емес пе еді деп Имамберді күлімсіреді. Әлде болса үйрет. Біздің баста көп болар дейсің бе?
Қайрақбай сөзін аяқтап үлгермеді. Үрген тұлыптай семіз бәйбіше үлкен үйден ырғала басып шықты да Қайрақбайға шаптыға сөйлеп: «Немене, Құдайдың атқаны, байланысып жатқаның» деді. Қайрақбай ашулы көзбен бәйбішеге тесе қарады. Тұла бойы қалтырап, ашу кернеп кеткендей болды. Жалғасы келесі бөлімде. Каналым ұнаса лайк басып пікір жаза отырыңыздар.